Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода WhatsApp опрос арқылы онлайн кері байланысты қалай алу керектігін көрсетіп, түсіндіретін боламын. Бұл кері байланыста кім қайсы вариантты таңдады, қайсыған жауап берді, бірден көріп отыруға болады. Ол үшін алдын ала сол сыныппен ортақ чат болу қажет. Болмаса, чатты құрып алуға болады. Чатқа кіргенде төменгі жағында плюс батырмасын басамыз. Сол кезде бізге опрос деген шығады. Осы опросты басамыз. Вопрос деген жерге бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Сабақты жақсы түсіндің ба деген сияқты сұрақтарды оқушыларға қоямыз. Міне бұл мұғалімнің сұрағы: бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Осы сұраққа жауап беруге арналған оқушылардың варианттарын жазамыз. Иә. Мына жерде смайлигімен тұр. Одан кейін тағы да сұрақтарым бар деген сияқты осындай варианттарда жаза беруге болады. Одан кейін мына жердегі отправить батырмасын басамыз. Сол кезде бізге мынағы оқушылардың чатына осындай опрос барады. Әр оқушы осы опростан өзінің жауабын таңдап белгілейді. Қай жауапқа қанша оқушы қалай жауап берді, оны бірден көруге болады. Ол үшін оқушы мысалға сабаққа түсіндім деуі мүмкін, бір оқушы жоқ түсінбедім деуі мүмкін, келесі оқушының сұрақтарым бар деуі мүмкін. Осыны мұғалім осы төменгі варианттардың астында показать класса деген тұр. Соны батырманы басқан кезде міне оқушылардың жауаптары шығып тұрады. Мінекей кері байланысқа арналған опросымыз дайын. Сабаққа қолданып көріңіздер. Осындай қажетті ақпаратты көру үшін менің каналыма тіркеліп, ақпарат пайдалы болса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.